Армысыздар достар, бүгін мен сіздермен тағы да Vista есепшот туралы әңгіме етпекпін, оның түрлі функциялары жайында. Естеріңізге сала кетейін, Vista есепшоты бұл Life is Good деп аталатын австриялық компанияның инвестициялық жобасы, депозит, валютамен жылына 20% өсім әкеліп отыратын депозит. Сол депозитті пайдалана отырып, біз түрлі өзімізге қажетті ақша алуымызға болады екен. Жинақтаушы ретінде де бұл қызмет атқарады. Өйткені бұл депозиттегі ақшамызды біз ай сайын өсімін алып отыруымызға болады, және жинап бір жылда немесе 2 жылда алуымызға болады. Міне осыны пайдалана отырып, біз өзіміздің түрлі мақсаттарымызға Vista есепшотын пайдалануымызға болады екен. Мынау көріп отырғандарыңыздай алдарыңызда бұл ресейлік программашы Игорь Малахов дегеннің жасаған, Vista есепшотына арнап жасаған калькулятор. Осы калькулятор арқылы біз өзімізге қажетті функцияны пайдаланып, осы есепшоттың функциясын пайдаланып, қандай мақсатымызға сай пайдаланамыз, соны есептеп алдын ала шығаруымызға болады екен. Мынау бірінші кнопкада көріп тұрғандарыңыздай, осы есепшот арқылы, сол есепшоттағы депозиттің өсімі арқылы пәтер сатып алу. Ол пәтер сатып алу үшін қанша ақша керек, қалай ол өседі, соның бәрін есептеп шығаруға болады. Екіншісі, мынау жыл сайынғы демалысымызды өткізуге қажетті ақшаны Vista есепшоты арқылы табу, немесе автокөлік сатып алу, балаларды оқытуға қажетті ақшаны жинақтау, зейнетақы қорына қажетті ақшаны жинақтау, тағы басқа осындай өзіміздің түрлі мақсаттарымызға байланысты Vista есепшотын, яғни депозитті пайдаланудың тәсілдері. Соны біз есептеп алдын ала қанша ақша саламыз, қанша ақша табамыз, соны есептеуімізге болады екен. Біз мынау бүгін екінші кнопканы, мынау ежегодный отдых с помощью счета Vista дейді, соны басып, біз қарап көрейік. Біздің бәрімізде көпшілігіміз жұмыс істейміз. Жылына бір рет беріп тұратын еңбек демалысында демалу үшін бізге белгілі бір сомада ақша қажет болады екен. Мен мына жерге жазып қойдым 500 мың теңге деп. Яғни айтқанда осы 500 мың теңгеге шетелде болсын, немесе өзіміздің Қазақстанның аумағындағы демалыс орындарда болсын, кішкене дұрыстау демалуға болады. Енді бір адамға жарайды деп ойлаймын. Енді асып тасқан көп болмаса да 500 мың теңге бұл жетіп жатыр. Осы 500 мың теңгені табу үшін біз Vista есепшотына депозитке, яғни айтқанда 1.231.504 теңге ақша салуымыз қажет екен. Осы арада мынадай сауалдар туындауы мүмкін. Егер менің қолымда 1.200.000 теңге ақша болса, онда депозитке ақша салып қажет қанша, мен сол ақшамен өзім ақ шетелге барып, жақсылап демалып қайтпаймын ба деп. Әрине, 1.200.000 теңгемен демалуға болады жақсылап, бірақ сіз демалысыңызды өткізгеннен кейін сіздің қалтаңызда бір тиын да ақша қалмайды, барлық қаражатыңызды жаратып сол жерде қалдырып кетесіз. Ал Vista есепшотының ашқан кезде сізде мысалы осы ақшаңыз сақталып қалады. Содан кейін бір жылдың ішінде мысалы осы ақшаңыз сізге мынадай дивиденд пайда әкеледі екен, өсім. Бірінші айда 33.862 теңге болады, келесі айда 35.113 теңге. Яғни айтқанда бұл капитализация жасап, ай сайын өсіп отырады. Сөйтіп 12 айдың ішінде сіздің есепшотыңызға 500 мың теңге түседі екен. Мынау 1.231.000 теңге қала береді, оның үстінде 500 мың теңге түсті. Осы 500 мың теңгені сіз есепшоттан алып, демалысқа осы ақшамен кетуіңізге болады. Демалысыңызды өткіздіңіз, осы ақшаның бәрін жараттыңыз, келіп қайтадан жұмысқа кірістіңіз. Келесі жылда, яғни айтқанда 12 айдан кейін келесі жылда, мынау есепшотыңызда тағы да 500 мың теңге өсім тұратын болады мына жерде. Яғни айтқанда мынау ақшаңыз жыл сайын сізге бір жылдың ішінде 500 мың теңге түсіріп отырады. Бұл жаңағы сатып алып өріске жіберген мал сияқты. Жыл сайын төлдейді, төлін сатып ақша тауып отырасыз, келесі жыл тағы төлдейді, тағы сатып отырасыз. Сол пайдалы ма, әлде сол
анау малды бірден сойып жеп ақшасын пайдаланған пайдалы ма? Әрине өсімі пайдалы. Бұл виста есепшоты сол өрістегі малыңыз сияқты екен. Яғни айтқанда жыл сайын осындай пайда түсіріп отырады. Жыл сайын осы виста есепшотының жаңағы түсірген өсім пайызы арқылы сіз демалысыңызды өткізуіңізге мүмкіндік болады екен. Бұл виста есепшотының депозитінің бір ғана функциясы. Оның басқа да көптеген амал тәсілдерін пайдалануыңызға мүмкіндігіңіз бар. Онымен жаңағы үй сатып алуыңызға, жоғарыда айтқандай, немесе автокөлік сатып алуыңызға, басқа да тәсілдер пайдалануыңызға көп мүмкіндіктері бар екен бұл виста депозитінің. Егер сізді осы виста есепшоты қызықтыратын болса бұл мәселе, онда осы роликтің астында сілтеме бар. Сол сілтеме арқылы сайтқа кіріп толық ақпаратты алуыңызға болады.